Бүгінгі видеода сіздермен WordWall платформасында онлайн тест жасауды үйренетін боламыз. Онлайн тапсырмалар құрастыруды ол үшін Google-ға WordWall іздеп кіреміз. Бірінші тұрған батырмаға басып, сол жерге кіреміз. Енді осы жерден сіздің өзіңіздің аккаунтыңыз болса, Google аккаунтпен кіресіз, болмаса регистрация жасайсыз. Мен мына жерде көрсетіліп тұр, электронды почтаны, паролін қайта-қайта 2 рет енгізіп, аккаунт ашасыз. Немесе Google аккаунтпен кіруге болады. Өзіңіздің компьютеріңіздегі. Мен осы компьютердегі Google аккаунтпен кіремін. Осы жерге кіргеннен кейін тапсырма құру батырмасын басамыз. Көкте тұр, жоғары жақта. Соның үстін басамыз. Сол жерді басқан кезде бізде неше түрлі онлайн тапсырма жасаудың түрлері шығады. Осының ішінен кез келген біреуін аламыз да, соған тапсырма құрастырамыз. Мысалы, мен мына жерде викторинаны алдым. Бірінші тұрған бос орынға тақырыпты жазып қойсақ болады. Мысалы, біздің өтетін тақырыбымыз қандай бүгінгі? Компьютер құрылғылары. Бірінші сұрақ. Осы жерге біз сұрақты енгіземіз. Сурет түрінде енгізуге болады, немесе кәдімгі мәтін түрінде сұрақты жазуға болады. Менде сұрақ: компьютердің негізгі құрылғыларын көрсет. Негізгі құрылғылары деп жаздым. Осыны оқушы енді сурет арқылы көрсету керек болады. Бірінші вариантқа мен мына жерде іздеу жолағына қазақша жазып, іздеу батырмасын бассаңыздар, интернеттің өзінен сіздерге суреттің бәрін тауып береді. Бірінші мен мониторды алдым. Бұл бізде дұрыс вариант. Келесі бізде принтер. Бұл негізгі құрылғыға жатпайды, сондықтан бұған дұрыс белгісін жазбаймын. Тап осылай өзімізге қажетті кез келген суретті қазақша жазсақ та, орысша жазсақ та атауымен жазып, іздеу батырмасын басу арқылы іздеп қажетімізді жүктеп алуымызға болады. Осы онлайн платформада тестке өзі жүктеліп отырады. Келесіне мен жазамын жүйелік блок. Қалаған біреуін таңдап аламыз. Дұрыс жауап болсын, оған бітечке қойып кетеміз. Ең соңынан құлаққап. Біз жасап алдық сұрағымызды. Енді әрі қарай мына жерде көрсетіліп тұр, көкпен белгіленіп тұр. Бір дұрыс жауап немесе барлық дұрыс жауап. Осы жерден біз барлық дұрыс жауап деген батырманы таңдауымыз керек. Сол кезде біздің 3 жауаптың дұрыс екендігін көрсетеді. Тесттің орындалу барысында таңдап алдық. Енді выполнены дегенді басамыз, яғни біздің жұмысымыз дайын. Дайын жұмысымызды сақтап аламыз. Жұмысымыз сақталды. Міне бізде викторинаны бастауға болады. Начать батырмасын басып бастаймыз. Бұл жерде басқа да түрлері бар. Мысалы, осылай тест тапсырудың мынау флешка түрі. Бұл жерде бір сұрақ келеді, жауаптың тек біреуін ғана қабылдайды. Яғни біздің қағазды шертіп жерсек, екінші беті ашылады. Тап осы сияқты басқа да тапсырмаларды орындап шығуға болады. Енді менде өз жұмысымда, менің жұмысым батырмасын бассаңыз, сіздің жасаған барлық жұмыстарыңыз ашылады. Соның ішінде компьютер қалай жұмыс істейді тақырыбына да тест құрастырылған болатын. Соны жасап шығайық. Бірінші сұрақ: компьютердің негізгі құрылғылары. Менде 3 жауапты белгіледім. Қайсысы дұрыс, соны көрсетті. Келесі сұрақты қараңыз. Ішкі жадының түрлерін көрсет дейді. Ішкі жады, кеш жады, жедел жады, тұрақты жады. Енді біз бұны қате жауап тесті жасап көрейік. Сыртқы жады түрлеріне біз қате жауап белгілеп көреміз. Белгілеген қате жауабымыз көріп тұрғандарыңызда X пен қате деп көрсетіліп кетеді сразу. Әрі қарай осылай тапсырмаларды орындай береміз. Одан соң тек қана ол емес, мына жерде неше түрлі тапсырмаларды өзгертіп орындауға болады. Мына жерде белгілі бір коробканы таңдайды оқушы. Таңдаған коробканың ішінен шыққан сұраққа жауап береді.
Бұл кезде сіз бір оқушыны тақтаға шығарып, интерактивті тақтаның көмегімен тапсырманы орындатуыңызға болады. Тағы да әрі қарай қарап көрейік. Мына жерде өзінің дұрыс жауаптың парын табу керек. Келесі тағы мынадай түрі бар, яғни карта түріндегі. Бұл кезде тек оқушы вариант болмайды, тек сұраққа жауап береді оқушының өзі. Картаның үстін бір рет шертесіз, әрі қарай уже сұрақтар шыға береді. Әр сұраққа бір-бір оқушыдан жауап алуға болады. Видео ұнаса лайк басып тіркеліп кетеміз.